Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Тақырыбы теңдік және теңсіздіктер, санды және әріпті өрнектер. Оқу мақсаты санды және әріпті өрнектерді, көбейтінді, бөліндіні, теңдіктер мен теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу. Сабақ мақсаты санды және әріпті өрнектерді, теңдіктер мен теңсіздіктерді ажыратады, құрастырады, жазады. Теңсіздіктерге сәйкес келетін сандарды анықтап, дәлелдейді. Өрнектерді түрлі белгілері бойынша топтастырады. Бағалау критерийлері санды және әріпті өрнектерді, теңдіктер мен теңсіздіктерді ажыратады, құрастырады, жазады. Теңсіздіктерге сәйкес келетін сандарды анықтап, дәлелдейді. Әріпті өрнектерді, санды өрнектерді, теңсіздіктерді топтайды. Олай болса, балалар, қазір бізде ұйымдастыру кезеңі. Көңіл-күй букеті әдісі. Балалар, қазір мен сендерге сұрақ қоям, сендер іс-қимылмен өз көңіл-күйлеріңді білдіресіңдер. Ал балалар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сабаққа дайындығымыз қалай? Сабаққа ынтамыз ше? Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде балалар жүйріктер әдісі. Бұл жерде берілген өрнектерді тиісті атауымен сәйкестендір. Бұл жерде сіздерге берілген өрнектерді мәнін тауып, сол мәнінде әр баланың аты жазылған. Тапқан мәнімізде санды мына жерде бәйгеге қатысып, жылқымен шауып бара жатқан балаларға сәйкестендіреміз. Мысалға, 6 қосу 8 тең мәні неше болады? Әрине 14. Бәйгеде шауып бара жатқан аттардың ішінде 14 саны бар ма? Ол қай жүйрікке сәйкес келеді? Сызықшамен қосамыз, балалар. Жарысқа қатысушының номерін және есімін осылай анықтаймыз. Келесі әсі. Теңдік тура болу үшін бос орындарға қандай бір таңбалы сандарды жазуға болады? Дескриптор санды өрнекті анықтады және атауымен сәйкестендірді. Теңдік, теңсіздіктерді ажырата алды. Олай болса, балалар, тапсырмамызды орындайық. Келесі бізде балалар зерде әдісі. Бұл жерде әріпті өрнектер берілген. Тиісті әріптің орнына тиісті сандарды қойып, мәнін табамыз. Дескриптор санды өрнек пен әріпті өрнектерді ажыратады, теңдік құрастырады. Санды және әріпті өрнектерді құрастырады, жазады. Ал балалар, осы тапсырмаларды орындап, шаршаған болсаңдар, біз сергіту сәтін жасап алайық. Төмендегі сілтемені басу арқылы сергіту сәтін бастаймыз. Тербедік жемісін сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойының әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышымен құттықтаймын, бақытты бол жан досым.
тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп, есігімнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Ал енді балалар, көңілімізді көтеріп, сергіп алсақ, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бізде ойлан, бөліс, талқыла әдісі. Бұл жерде берілген өрнектерді топтастырамыз. Есептерді шығарамыз. Және соңында сызба арқылы есеп құрастырып жазамыз. Дескриптор өрнектерді оқып, топтарға бөледі, мәнін табады. Есепке сұрақ қойып, оны шығарады. Есептің шартын құрып, сұрақ қойып шығарады, кері есеп құрастыра алады. Олай болса, балалар, тапсырмамызды орындайық. Ал енді балалар, өз-өзін бағалау. Қызыл күн. Мен үшін сабақ қызықты болды, барлығын түсіндім. Күлгін күн. Сабақ қызықты болды, бірақ маған әлі де көмек қажет. Сары күн. Мен ештеңе түсінген жоқпын. Осы күндердің ішінен өздеріңе тиістісі қайсысы? Үйге тапсырма балалар. Төмендегі сілтемені басып, Дарын онлайн платформасынан тест тапсырмаларын орындаймыз. Орындап болғаннан кейін маған жіберуді ұмытпаңдар. Ал енді кері байланыс. Мен білдім. Мен есіме сақтадым. Мен үйрендім. Мен таңғалдым. Мен қайталадым. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнаған болар. Сабаққа қатысқандарыңа үлкен рахмет. Сау болыңдар.